Сіздермен бірге мен Аслан. Ақшаны қайдан қалай алсаңыз да, оны екі түрге бөлеміз: пассивті және активті кіріс көзі деп. Бұл екі сөздің ара жігін мүмкін сіз біліп отырған шығарсыз, бірақ та көптің көбі біле бермейтін терминдердің қатарына жатады. Сондықтан мен осы екі сөздің ара жігін ажыратқым келіп отыр. Ендеше активті және пассивті кірістердің қандай болатынын бірге білейік. Қарапайым тілмен айтқан кезде пассивті кіріс ол сіздің қатысуыңызсыз сізге түсетін табыс көзі. Ал керісінше активті кіріс бұл сіздің қатысуыңызбен орындалатын табыс көзі болып саналады. Пассивті кіріс туралы айтатын болсақ, ол табыс көздерінің ішіндегі ең кереметі, ең жақсысы, себебі жұмыс жасамай-ақ немесе азғантай уақыт жұмысқа бөлу арқылы өзіңіздің қалтаңызға ақшаның түсіп отыруы. Бұндайды кім қаламайды? Яғни сіз бастапқы уақытта жұмыс жасайсыз, тапқан ақшаңызды пассивті түрде инвестицияға немесе басқаша жолдарға салу арқылы, қазір айта кететін боламын оның қандай жолдар екенін. Сол жолдар арқылы қалтаңызға түсіп отыратын ақша, яғни сіздің қатысуыңызсыз жүретін табыс көзі болып саналады. Өзіңіздің ақшаңызды сол адамға бересіз. Пассивті кіріс көзіне 4 мысал айта кетейін. Оның біріншісі инвестиция арқылы табыс табу. Өзіңіздің ақшаңызды инвестиция құю арқылы қалған өміріңізді содан процентіне, яғни пайызына күніңізді көру. Екінші бір түрі бұл банктік қызметтер, яғни көбінесе қолданылатын депозит. Өзіңіздің ақшаңызды депозитке белгілі бір уақытқа саласыз, және де оны бірнеше жылдан кейін немесе айдан кейін оның үстіне пайыз қосылып өзіңіздің ақшаңызды аласыз, яғни сіздің қатысуыңызсыз жүретін табыс көзі. Үшінші пассивті кіріс көзіне мысал келтіре кетейін. Бұл жылжымайтын мүлікті жалға қою арқылы үйіңізді, гаражды немесе помещениені, офисті, складты жалға беру арқылы ай сайынғы немесе белгілі бір уақытқа қалтаңызға ақша түсіріп отыру. Ал төртіншісі бұл бизнес жасау. Яғни көбісі келіспейді, бизнесті бұл өзің жүру керексің ол жерде, неге ол пассивті кіріс көзіне жатады деп мен айтар едім. Бұл пассивті кіріс көзіне жатқызуға болады, себебі белгілі бір жылдар, мысалға 1-2 жыл өзіңіздің еңбегіңізді сіңіріп бизнеске, ол белгілі бір жүйеге орынға келгеннен кейін белгілі бір маманды жалдау арқылы, яғни білікті менеджер жалдау арқылы өзіңіз бос уақытыңызды өзіңізге арнап табыс тауып жүресіз. Яғни бұлда басында еңбек етесіз, содан кейін пассивті түрге табыс көзіне айналдыратын боласыз. Ал активті кірісті айтатын болсақ, бұл сіздің қатысуыңызбен жүретін деп айттық, және де бұл жалақыға жұмыс істеу, немесе өзіңіздің қызметіңізді көрсету, сағатқа жұмыс жасау, тағы да басқа түрлері бар. Яғни өзіңіздің еңбегіңіз арқылы ақша табу. Активті кіріске тағы да 4 мысал айта кетейін. Оның біріншісі жалақыға жұмыс жасау. Өзіңіздің қызметіңізді немесе өзіңіздің уақытыңызды белгілі бір ақшаға сату ретінде жүзеге асады. Оны барлығыңыз түсіндірмесе де белгілі шығар. Екінші активті кіріс көзіне ол сағатқа немесе белгілі бір қызметке жұмыс жасау. Яғни оны доставканы алсақ немесе такси жүргізушісін алсақ болады. Себебі бір доставкаға мысалға 500 теңге, такси бір барып келгенге мысалға 1000 теңге, өзіңіздің немесе бір сағат көлік жуып беруге 2000 теңге секілді сағатына немесе өзіңіздің бір қызметіңізге арналған ақша табыс көзі болып саналады. Үшінші активті кіріс көзіне ол комиссиядан түсетін пайда. Ол өзі аты айтып тұрғандай белгілі бір қызмет көрсетсеңіз, оның қызметке ұстайтын комиссияңыз бар, немесе товар сатсаңыз, ол товардың үстіне қосатын өзіңіздің пайдаңыз бар. Сол секілді комиссияның арқасында табыс табу бұл активті кіріс көзіне жататын болады. Төртінші активті кіріс көзіне жатады, ол қызмет көрсету. Яғни сіз белгілі бір маман иесі, сол сферада жақсы жұмыс жасайтын болсаңыз,
өзіңіз жеке мысалға математика пәнінің мұғалімі ол жалақыға жұмыс істемей өзінің жаңағыдай курстарын сатып өзінің қызметін көрсетсе болады. Немесе фотограф, тағы да басқа видеограф, дизайнер, сол секілді өзінің белгілі бір сферада, мамандықта өзінің қызметін сату арқылы табыс тауып көзі. Бұл да активті кіріс көзіне жатады. Бұл жерде айта кететіні, активті кіріс көзінің негізгі маңыздылығы, активті кіріссіз сіз пассивті кірісті жасай алмайтыныңыз. Себебі пассивті кірісті, пассивті ақша тауып отыру үшін алдымен жұмыс жасау керек. Сол активті табыстан тапқан ақшаңызды белгілі бір мөлшерін жинау арқылы сол жиналған қаржыңызды пассивті түрге айналдыруға ұмтылу. Және де активті кірістің бір артықшылығы ол уақытында және де өзіңізге керек уақытында жасауға арналған кіріс көзі болып саналады. Мысалға сізге ертеңге ақша керек болды, бірақ та сіз пассивті көзіне қарап отырсаңыз, ол келесі айдың ортасында ақша түсетін болды деп есептелік. Сізге өзіңіздің қызметіңізге біреуге ұсынып, 1 сағатқа немесе 1 күнге, 2 күнге жалдамалы жұмыс жасап, активті кіріс көзін алып, қалтаңызға ақша басып алуға болады. Ол моментально дейді ғой, былай айтқанда. Сөйтіп кіріс көзіне айналдырып жіберуге болады. Солай ақша тауып, уақытында, керек уақытында ақша табуға өзінің септігін тигізеді. Ал енді активті немесе пассивті кіріс көзінің қайсысы жақсы, қайсысын таңдаған дұрыс деген сұрақтар келетін болса, яғни әрине пассивті кіріс көзін таңдаған дұрыс, бірақ та ол жағдайға жету үшін активті кірісті де ұмытпаған жөн. Өзіңіздің жалақыға немесе жалдамалы түрде тапқан ақшаңыздың белгілі бір процентін, кемінде 10%-ын жинақтау арқылы сол жинақтаған ақшаңызды болашақта өзіңізге қызмет ететін инвестицияға немесе басқа да жолдарға салып пассивті доход табуыңызға тілектеспін. Сіздермен болған мен Аслан. Қаржылай еркіндікке бірге жетейік. Келесі кездескенше.